Биле-биле осы тойда, ойна-ойна осы тойда деп ән айтпай, әрине біз ағаш туралы айтатын боламыз. Шегіршін. Шегіршіннің халық ішіндегі атауы қарағаш. Қарағаш ағылшыншасы эльм, латыншасы ульмус, вяз, илім. Қарағаштар тұқымдасына жататын, жапырағын тастайтын ағаш. Тарихына үңілетін болсақ, шегіршін ағаштары айтылуы бойынша 40 миллион жыл бұрын шыға бастаған өсімдік. Солтүстік жарты шардың қоңыржай белдеулерінде кездесетін қанша түрі? 30-дай түрі белгілі. Орталық Азияда және түрік халықтары өмір сүретін аумақтарда екі түрі жиі кездеседі. Ұсақ жапырақты шегіршін және шегіршіннің тапал түрі. Оларды түркі тілдес халықтар арасында қалай деп атайды? Әрине, қарағаш деп атайды. Қазақстанның далалы жерлерінде, сай жыраларда, өзен аңғарларда, тау етегіндегі құрғақ қойнауларда және әдетінше Баука Братуханың үйінің жанында өсетін ағаш. Ботаникалық сипаттамасы. Ағаштардың биіктігі кейде 40 метрге дейін жетеді және діңінің диаметрі 2 метрге барады. Өсімдіктің кейбір түрлері бұта болып өседі. Ұшарбасы шыңы жағынан дөңгеленген, тең цилиндрліктен бастап, жинақы дөңгелек тәріздеске дейін таралады. Бұтақтануы. Негізгі бұтақтардан гөрі жанама өсетін бұтақтарының қаулап өсуі. Бұтақтары тікенексіз, жіңішке, жас өскіндері негізгі жуан бұтақтарында орналасқан. Қабығы құба қоңыр түсті, жас ағаштарында жалама, кейін ірі қатқыл, із бедерлі, бойлы жарықшаларымен. Жиі біздің аумақтарда өсетін ағаш бұтақтарында тоз безі қалыптасады. Тамыр жүйесі әдетінше өзек тамырынсыз, мықты, бөлектеніп терең өтетін тамырларымен және көптеп бүйір жағынан беткі бөлігіне жайылғандар. Қатты сортаң топырақтарда тамыр жүйесі үстіңгі бөлікте орналасқан. Бүршіктері отырыңқы, ұзындығы 2-ден 8 мм-ге дейін. Сопақшалы жұмыртқа тәріздес, өткір немесе өтпейтін, жүндес немесе жалаң, жабықша жабынды қабыршақтармен. Жапырақтардың орналасуы кезекпен екі қатар мозаикалық, сол себепті ұшарбасы күн көзін түгелге жоқ ұстап, жабық көлеңке береді. Ал жапырақтарына келетін болсақ, қысқа сағақты, бүтін, жиі үсті жағынан қалақты, төмен жағынан тең бүйірлі емес. Көлемі 4 см-ден 20 см-ге дейін, 2-3 тісті, кейбірде жай ғана тісті, өткір сүйірлі. Бөпе жапырақтары қандауырлы және ерте түсетін болып келеді. Тіпті бір өскінінде жапырақтары көлемі мен келбеті бойынша ажырап өсуі мүмкін. Бұл ағаштың әдемі шілтке ұқсас бейнесін құрастырады. Шілт дегеніміз кружева. Сол себепті оны орысша вяз деп атайды. Ал жемістері пісіп жетілмегенше жапырақтары дамымайды. Тек жемістерінің түсі сарғыштау бола бастаған кезден бастап тез дамып өрби бастайды. Күзде жапырақ тастаудың алдында жапырақ алақаны ашық сары түске боянады, немесе қоңырқаяды. Шегіршін ағашының жапырақтары басқа ағаштардың жапырақтарынан бұрын түседі. Гүлдері ұсақ, ажарсыз, бір буда болып жиналып жапырақ қолтығында отырғызылған. Қос жынысты, қарапайым 5 бөлшекті қоңырау гүлмен және сол мөлшерде аталықпен жабдықталған. Гүлдешіктері желмен тозаңданады. Жеміс ұрығы көріп тұрғаныңыздай жаншылған, жұқа қабыршақтанған, қанатты жаңғақ. Жарғақ қанаты ұрық дәнін шыр айналып қамтиды. Дәні жасымық тәріздес, эндоспермасыз. Біздің жақтың түрлері көбінесе 5-8 жасынан бастап жеміс сала бастайды. Шегіршін ағаштары жыл сайын мол түрде жеміс сала бастайды. Бір ағаштан қанша шамамен 20-30 кг дән алынады. Көбейтілуіне келетін болсақ, томарша шыбығы, тамыр атпасы және дән ұрықтары арқылы көбейтіледі. Жас шағында тез өседі. Орташа өмір сүру жасы шамамен 80-120 жыл, кей уақытта 400 жылға барады. Ал еліміздің оңтүстігінде жуандығы 6 адамның құшағы әрең жететін 700 жастағы ерекше қарағаш Жаркент қаласының 30 шақырымдағы Әулие ағашы ауылы маңында орналасқан. Мұндай алып ағаштар әлемнің 3 елінде ғана бар. Олардың бірі Қытайда, бірі Меккеде болса, үшіншісі біздің жерге тамыр жайған екен. Шегіршін ағашының бірінші жылы өніп өсуі 10-15 см-ге жетеді, кейін жылдық биікке көктеуі 30-40 см құрайды және өсімдік қатты бұтақтанады. 40-60 жасында жылдық көктеу шамамен 20 см құрайды, кейін биікке көктеуі төмендейді. Қолданылуы: ағаштың жас өскіндері малға бұтақша, тамақ ретінде қызмет атқарады. Шегіршін ағашы көбінде елді мекендерде көгалдандыруда үлкен рөл атқарады. Көше, балабақша мен парк, жол жиектері және қорғаныш екпе ағаштары ретінде кең қолданысты. Солтүстік Америка мен Европа парктерінде
негізгі қолданыстағы түр болып саналады. Ағаш бұтау кесуді жақсы қабылдайды және жаңадан жасалынған шаш үлгісін прическасы көпке дейін сақталады. Бірақ көбінесе қарағаш көшеттері далалық аумақтарда тұрақсыз болып келеді және зиянкестерден қатты зақымданады. Қабығы илеуде және бұл өсімдіктен краска алынады. Сүрегі шегіршіннің сүрек өзегі қара қоңыр түсті. Шел қабығына қарай ағарған, сақина тамырлы келеді. Параллельді немесе сынған тангенальды сызықты. Жүрек тәріздес, шуақтары жіңішке түр бейнелі. Сүрегі қатты, мықты, серпімді, тұтқырлы, жақсы өңделеді. Жиһаз жасауда, машина құрастыру өндірісінде, ұста шеберханасында кеңінен қолданыста. Айрықша сүрегі әдемі суреттер беретін қаптауы бағаланады. Қарағаш тұқымдастарының отын ретіндегі жылу шығару қабілеті өте жоғары. Аурулары және зиянкестері. Қарағашты көптеген жәндіктер зақымдайды. Айрықша жапырақ кеміргіштер және тағы қауіп қатерлісі зең ауруы. Оны қарағаштың голландиялық ауруы деп атайды. Мерзіммен жаппай ағаштардың кеуіп қалуына әкеледі. Осы аурудың кесірінен шегіршіннің көптеген америкалық және европалық түрлері толығымен өліп қалуларына жақын.